Парвиз Назаровтың сахнада жүргеніне 30 жыл толды. Осыған орай әнші оңтүстік шаһарда өзінің мерейтойлық концертін өткізбек. Ал кеште Парвиз Ринго, Mysterians, Кентал сынды шоу-бизнес өкілдерімен хит әндерін орындамақ. Жігіттер менің әніме өздерінің ерекшеліктерін енгізді, туындыларым жаңа демалғандай болды. Сонымен қатар жоспарланып жатқан концертте жоғарыда аталғандардан бөлек тағы 11 әнші өнер көрсетеді. Кеш барысында тек қана ескі әндер болады десеңіздер, қателесесіздер. Концертте 90-шы жылдардан бастап айтып келе жатқан ескі әндерім орындалады. Сонымен қатар кеште тыңдармандарыма жаңа туындыларымды да тарту етем. Әншінің айтуынша, мерейтойлық кештен тыңдармандар әдемі әсер алып қайтады. Біз барлығымыз әндерге бірлесіп жұмыс жасаймыз. Мысалы, бір ән бар, оны Жәмила Сергейбаева және Рүстем Нұржігітовпен орындаймыз. Керемет туынды шықпақ. Менің ойымша, көрермендер ерекше эмоция алатын болады. Сондай-ақ мерейтойлық кештің бағдарламасы бұрынғыдан өзгеше. Бағдарлама 21 әннен тұрады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл көлемді. Өйткені бұрындары шамамен 16 әнмен шығатынбыз, және ол 1,5 кейде 2 сағат уақыт алатын. Ал бұл жолы концерт шамамен 3 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Шамамен 3 сағатқа жоспарланған кеш міндетті түрде жанды дауыста болады, және Парвиз үшін аталмыш концерт ерекше өтпек. Ендеше Назаровтың «Лети», «Белые облака», «Райхон» сынды хит әндерін естіп, ностальгияға толы концертін көріңіз келсе, 8 желтоқсанда Республика сарайында өтетін кештен құр қалмаңыздар.